Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым әйел кісі түсінде мешіт көрсе деп аталады. Видеоны бастамас бұрын каналымызға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер бойдақ қыз түсінде мешіт көрсе, ол қызға береке келетіндігін білдіреді. Тұрмыс құрмаған қыз түсінде дәрет алып мешітте намаз оқып жатқандығын көрсе, арманының орындалатындығын білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде таң намазын мешітте оқып жатқандығын көрсе, ол қыздың дұғасының қабыл болатындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде мешіт ішінде Құран тыңдап отырғанын көрсе, жақында тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде мешітте отырғанын көрсе, нәрестесінің ғалым болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде мешітке кіргенін көрсе, басының амандығы үшін дұға жасау керек екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде мешітке келіп намаз оқығанын көрсе, мақсатының орындалатындығын білдіреді. Сондай-ақ тұрмыстағы әйел түсінде мешіт көрсе, бала-шағасының рызығы артатындығын білдіреді. Егер тұрмыстағы әйел түсінде мешітке кіріп жатқан болса, тәубесінің қабыл болатындығын білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруға ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.